Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен узбекский пловтың рецептісімен бөлісетін боламын. Енді дәмі деген өте керемет болып шығады расымен. Видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен, егер сіздерде осындай тоңмай болатын болса, соны қосыңыздар, сол кезде палауларыңыз өте дәмді болып шығады. Майымызды қыздырып қоямыз, оған дейін пияздарымызды турап аламыз. Қызып тұрған майға пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Оған дейін етімізді дайындап жуып аламыз. Пиязымызды қызартып қуырғаннан соң, үстіне еттерімізді салып, тағы да жақсылап қуырып алыңыздар, қызартып. Мен мұнда қазымен бірге жасадым, болса сіздерде қазы қосыңыздар, өте дәмді болып шығады. Етіміз жақсылап қуырылғанша, оған дейін сәбізімізді турап аламыз. Міне сәбізімізді де салдық, тағы да жақсылап қуырып алыңыздар. Дайын болған соң үстіне мейізімізді салыңыздар. Және сіздерде күріш қанша болса, сонша литр су құйыңыздар. Менде 1 килограмм күріш, 1 литр су құйдым. Және де оттың астын баяулатып, жарты сағат баяу отта пісіріп алдым. Оған дейін күрішімізді жақсылап жуып, салқын суда жарты сағатқа қойып қойыңыз. Міне біз күріштерімізді салдық. Енді кішкене суы тартылғанша бетін жауып қоямыз. Біздің суымыз кішкене тартылды. Енді үстіне зираларымызды сеуіп, күріштерімізді әр жерінен тесіп алыңыздар. Осылай күріштерімізді тесіп алып, мен бетіне салафан жабамын. Соны жауып, тағы да жарты сағатқа баяу отқа қойыңыздар. Біздің палауымыз уже дайын достар. Міне қарасаңыздар, езілмей, негізі өте жақсы болып піседі. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады араластырып. Міне достар, біздің палауымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.